Қайырлы күн, құрметті достар. Қазір қоғамда ең қызу талқыланып жатқан тақырыптардың бірі бұл мектеп директорларының тағайындалу және атқару мерзімі туралы. Мен 2 жыл және сол 2 жылға плюс тағы 2 жыл форматын ұсынған болатынмын. Өте қызу талқылауда. Мен барлық пікірлерді оқып жатырмын. Бір пікір болды, яғни осы 8000 директорлар олар өмір бақи тағайындалып жүре ме? Талантты, басқарушылық қабілеті бар, мықты ұстаздардың директорлікке ұмтылуға, соған түсуге және сол жерде директор болып өзін көрсетуге мүмкіндік қандай деген бір оқырманның комментарий сұрағы мені де ойландырды. Соған байланысты өзімнің пікірімді білдіргім келеді. Менің ойымша өте дұрыс. Мектеп директоры ол өмір бойы атқаратын лауазым емес. Ол белгілі бір кезеңге берілген басқарушылық миссия. Сондықтан әлемдегі ең үздік тәжірибелер, ол Сингапур, ол Оңтүстік Корея, ол Финляндия мемлекеттерінде жалпы мектеп директорларының ротациясынан кейін олар қайда барады? Олар көп жағдайда ментор болады, немесе көп жағдайда әдіскер ретінде әдістемелік орталықтарды басқарады және мектепті басқаруға байланысты жақсы лектор ретінде айқындалады. Менің ойымша біз бұл тәжірибені де зерделеуіміз қажет деп санаймын. Не себепті? Өйткені біздің арамызда 400 000 орта білім саласындағы ең үздік ұстаздарымызды, ең талантты ұстаздарымызды, басқарушылыққа қабілеті бар ұстаздарымызды, білім жүйесін, білімнің сапасын көтеруге мықты, өзіндік рухы бар, көзқарасы бар, ұстанымы бар ұстаздарды мектеп басқаруға жол ашуына жағдай жасауымыз қажет деп санаймын. Сіздің ойыңыз қандай?